Bunlar animesi. Bilgi takımı verildi ya. Kazlarımız birinci toplara bölünü olarak jarayman. Al birinci topdan başlayıp. Kırmızı demem. Endi barimiz birinchi to'pqa mana shu yerga ay o'tiradi, ikkinchi to'pqa kun, uchinchi to'pqa jumus o'tiradi. өте ғылыми фантастикаға көп немесе уақыт бөлген сол себептен ол көп деген шығармаларын ғылыми және астрономиясымен бұларға арналған. Сәйкес 1952 жылы оңтүстік қазақстанда дүниеге келеді және кішкентай кезінен бастап ғылыми фантастикалық жанрға қызығады. Содан кейін үлкен болған кейін көптеген романдар және жанрында өңделген болады. Сәйкес 1973 жылы Киров атындағы Қазақстан мемлекеттік университетінің филология факультетіне түсіп, соны бітіреді. Сұрағымызды үйге берілген тапсырмаларға сұрақ арқылы бастаймыз. Ал балалар бірінші топтан кім яш таңдайды? Қай яш? Үшті? Ергеннен әкесі немен айналысады? Мамандығы кім? Тағы балалар қасымдағылардың көрінеседі? Ал екінші топ? Мерген Сартаев аға Мерген не Сартаев аға сапасы себебі қандай? Себебі ол сол айдағы жаңағы тіршілікті қандай екенін көрсетеді және де басқа қызық деректерді іздеп қылмыс деректерді іздегісі келді. Сөйтіп бәрін жазғысы келді. Сыртта кім толып тұрады? Топтарынан? Жұмыс объект туралы ақпарат беріңіз. Ол Қазақстан облысында болған, ғылыми жазушы фантаст болған. Ол фантастикаға өте қатысқан. Қандай шығармасы? Айдағы жасырмақ, ауылдағы шолпан. Оның неше түрлі романы бар, мысалы білім, елорда, жазушы, ғылым және де тағы басқа романдар бар. Себебі Сартаевтың әңгімесі ойға тегісіз әңгімелердің бірі болады. Өйткені кішкентай баланың айқашы болуы ол әлі ондай болмаған. Себепті ол мүмкін емес нәрсе болғанда достары оған көмектеседі. Сондай дүние болса сендер сенің сенімге келмейтін нәрсе.
Ауыл бізге алды. Нені? Әңгіменің тақырыбы қандай және қандай ой айтылған? Әңгімеде жаңағы ғарыш және сол жаңағы тіршілік туралы бар. Кім толықтырады? Кішкентай баланың арманы. Және сол кішкентай баланың соған қатысуы сынып сыныптастарының толған себебі. Ай жердің табиғи серігі болып табылады. Ол ғаламшарымызды орташа жылдамдықпен секундына 1 километр немесе 0,6 миль айналады. Оның диаметрі 3476 километрді немесе 2160 мильді құрайды. Оның жерден орташа қашықтығы 384.000 километрді немесе 238.600 мильді құрайды. Біз айды көре аламыз, өйткені оның беті күн сәулесімен шағылысады. Ай жерді айналады, сондай-ақ ол жермен бірге күнді айналады. Бұл сателиттің жерді толық бір айналу циклі 27 тәулік. Өз білігінен айналу үшін де осындай уақытты қажет етеді. Сондықтан үнемі оның бір жағы ғана жерге қарап тұрады. Жерге қарап тұрған жағы жақын жағы деп аталады. Біз күн сәулесін шағылыстыратын айдың осы жағын ғана көре аламыз. Жер бетінен айдың жақын жағын немесе толық айдың жүзін ай толған кезінде көруге болады. Кейінгі күндері күн айдың бетін бірте-бірте жауып, айдың бізге көрінерлік беті біртіндеп С әрпі пішініне ене бастайды. Соңында ай көрінбей қалады, өйткені оның жақын жағы толығымен тұтылады. Осындай тұтылу құбылысы жаңа ай деп аталады. Жаңа ай туғаннан кейін айдың көрінетін жағының жарық түсетін беті біртіндеп үлкейіп, ал ай кішкентай жарты айдың бейнесіне кейіннен Д әрпіне ұқсайтын пішінге енеді. Соңында толған ай қайта пайда болады. Ayda özgürlükler Aklımda çok. Себебі тоқтарға bakın L10 көрген ғой. Ай екі жерге бөлінген. Апай алақыры жоғында екінші көрген. Ай баласының не айтылған? Бәрі біледі ғой. Ай деген жердің серігі. Ay Жер көрнегі болса, сондықтан yer aydan ол әртүрлі запалудың жарым бөледі және кейбір кезде жартылай немесе азая бастайды. Және айға жерге ең жақын аспан денесі. Енді қабырғадағы рөл тәсілі арқылы біз қолдарымызда тұрған плакатқа, әр топ плакатқа адамның сұлбасын салады. Адамның ішіне, яғни жүрек тұсына кейіпкерлердің әрекетін жазады, ал қолына кейіпкерлерге мінездеме жазады, аяғына кейіпкерлерге қойғысы келген сұрақты жазады. Baba ben zaten
Sabah başlığı, kaçı karşılığı, mekli dostluğunun kalıbı, okuşlar besliyorlar, nasıl başlığı, herkesinin erkekmesi. Адал пришел, және жақсы дос. Гүлайым апай, мейірімді жылы жүзді ұстаз. Ерген, қоршаған ортаны ойлайтын тәрбиелі бала. Келесі бізде сұрақтар. Неге дәл айға ұшты? Неліктен айда тұрмаш ойнады? Неліктен өзіне бірге дұрысын алып кетті? Бұл қалапшаны жүрген адамның жұмысы. Жақсы, керемет. Әкесінің баласына қарап көрсету дұрыс деп ойлаймыз. Асыл достарының Сартай мен Мергенге сенбеуі дұрыс емес. Сартай мен Мергеннің әкесі өте мықты себебі айға ұшу оңай емес. Асыл достары өте әдепсіз. Біздің анау Мерген мен Сартайға қойылмас деген сұрақтарымыз айда қалай болды? Климаты суық па, көрінісі қалай, айда өсімдіктер бар ма? Бірінші олар тыныш балалар олар бірінші үйсірген жоқпын ғой? Айда жасын бал ойнады және әдесі өтеді. Кейіпкерлерге мінездеме мейірімді, ақылды, қиялшыл және адал, әрқашан өзінің достары бола беретін, табиғатты аялайтын жан. Ал сұрақтарына не себептен олар соншалықты айға тәуелді? Ол өте сондай ақылды және де балалармен мол және де қарым-қатынас жақсы, көңілді, мейірімді апай. Орбита деп тұр. Геостационалды айналым жер экваторының дәл төбесіндегі шеңбер. Бойымен орналасқан орбита. Өлі ара. Батар айдың соңғы 2 күні мен жаңа туған айдың көзге көрінбейтін алғашқы 2 күні. Қазан шұңқыр, жер бетінің ойыс келген жері. Озғынның ойы, атмосфераның азам лаватының азам молекулалары жоқ ойы. Балалар бәріміз қараймыз. Оқиғаның басталуына нені жатқызсақ болады? Оқу жылының басталуы. Оқиғаның басталуына сол. Айға құштарға барған Сартайдың әңгімесі деп атайды. Жақсы. Оқиғаның Оқиғаның дамуына Оқиғаның әңгімесі басталады. Оқиғаның дамуына айдағы айға орналасып жатқан Сартаймен Сартайдың айға Сартайдың айға ұшуы. Ол жерге барып айдағы жасылық. Оқиғаның шиеленісіне айдағы жасылық бар. Айдағы ойындар. Оқиғаның шарты шегі Әкесінің әңгімесі. әкесі қандай әңгіме айтты ол кезде? Балаларға қандай әңгіме? Әкесінің айдан алыстан әкесінің қалапша әңгіме. Оқиғаның шешімі қоршаған ортаны қорғау. Қоршаған ортаны қорғау деп әкесі не себепті айтты деп ойлайсыздар балалар? Балаларды дұрыс жолға түсіру, қоршаған ортаға ластамайтындай қылып тәрбиелеу. дұрыс жолға түсіру. Тынышталамыз. Абай беретін Тұра тұршы, Сұлтан. Біздің болашақ қазіргі жастардың қолында сол үшін
менің ойымша осы саттай берілген материалды ол табиғатты қорғау ай туралы мен деректерді ол айдың бір жағы қара бір жағы жазық. Олар жерде айға қарағанда өлімсізге болатын түсінді. Және жердің табиғатын ластамау керек екен. Бізде атмосфера бар екен. Сен мергенге не деп айтып едің сол кезде? Айға барған кезде, жасым бар ойнаған кезде, енді жасым бар, айға барып ойнамайықшы деп айтты, иә? Себебі жасым бар ойнап қиын. Олар неге ұйықтай алмады ол жерде? Ол жақта изоляциясы бар. Ол жақта Температура, ауа температурасы. Әкесі табиғаттың тазалығы сендердің қолдарыңда деп неліктен Жұлдыз жауап берші. Жұлдыз? Әкесі табиғаттың тазалығы сендердің қолдарыңда деп неліктен айтты? Неге оқымаймыз? Тәрбиелерсің басындасың дейді. Ақын жауап береді, басымыз. Баласын шоу түсіріп, оған мәтін береді. Поколение үшін ұрпақ. Әкесінің мақсатында дұрыс ой жеткізеді. Ал енді балалар, кері байланыс жасайық, сабағымызды аяқтау мақсатында. Бүгін мен не білдім деген сұрақтарға жауап бересіңдер. Бірінші айтып Біз айдағы жасырмақ мәтіндегі кейіпкерлердің мінездемесін беріп, басқа балаларға сұрақ қойып жауап алды. не қиындық тудырды саған? Сабақта. Ешқандай қиындық болмады. Жақсы, саған не ұнады? Маған топпен жұмыс жасап, сурет салған ұнады. Тағы кім жауап береді бірінші топтан? Ана қыз, сен жауап беріңізші. Бүгін мен айдағы ай туралы қосымша мәліметтер білдім. Және кейіпкерлердің мінездемесін, олардың мінездерін және іс-әрекетін еске түсірдім. Және ешкімге маған қиындық тудырған жоқ. Және маған да топпен жұмыс ұнады. Ал екінші топ жауап беріңіз. Бүгін мен көп нәрсе білдім. Тудырмады. Маған бәрі. Тағы кім жауап береді? Жауап береді. Мен дайын бердім. Бүгін ешқандай қиындық болған жоқ. Және де маған ең қатты ұнаған Бүгін мен осы айдағы жасырмақ әңгімесінің толық нұсқасын біле алдым. Қиындық ештеңе тудырмады. Маған біздің сабақ уақытымыз ұнады. Бүгін мен көптеген нәрсе білдім. Мысалға, басқа планеталарда басқа тіршілік бар екенін және қиындық тудырған сабақта маған бағаны топпен жұмыс және сурет салғанымыз ұнады. Осы сабақта маған қиындық тудырмады. Бүгін сабақта планеталар және ай туралы көрсетілді. Маған осы сабақта сурет салу исламмен жұмыс істеуге ұнады. Иә, 10-ға дейін балалар, бірден 10-ға дейін.
Артығына 10-дан 10 береміз. 10-дан 9 или 10-дан 8. Екінші топ. Екінші топ. 9-дан бір аlalım. Үшінші топқа қанша береміз? 8. Жақсы. Енді балалар үйге